Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен баянсыз махаббатыммен бөліссем деймін, және ол хикаям өте ұзақ. Ал бастайын. 11 сынып бітірерде ұбт-ға дайындалам деп қалаға келгенмін. Қалада туған ағам тұратын. Келіп, курсқа жазылып дайындалып жүргенде қалаға қоныс аударған сыныптасымды көріп қалып, үйіне қонаққа шақырды. Ағама айтып едім, жарайды, бірақ аялдамаға дейін өзім апарам деді. Себебі үйіміз аялдамаға алыс еді. Сонымен ағам екеуміз келе жатыр едік. Біреу артымыздан ағамның атымен Дамир деп тоқтатты. Екеуі бірден шүйіркелесіп әңгіме айтып жатыр. Мен күтіп тұрмын. Бір кезде жүрдік-ау әйтеуір. Ол ағамның жан досы болып шықты. Алғаш рет көрісіміз солай болды. Аты Ержан, бірақ таныспадық. Курсым аяқталып ауылға қайттым. Арада біраз күн өткен соң анам екеуміз қалаға келдік. Ағам күтіп алды. Қарасам қасында Ержан тұр жымиып. Анаммен танысып алды. Сөйтіп төртеуміз у-шу болып үйге қайттық. Сол кезде оның ағаммен көрші тұратынын білдім. Келесі күні анам екеуміз базардан заттар алып келе жатқанбыз. Анам артта, алдымнан әлгі жігіт шықты. Ол сасқанынан саламатсыз ба деді. Мен байқамағандай өтіп кете бердім. Содан түнде ВК-да отырсам біреу дружба жіберген. Ержан екен. Мені үйдегілер еркелетіп Анушка деп атайтын. Соны естіп ВК-дан ең алғашқы күннен бастап іздеген екен. Солай сөйлесіп кеттік. Білмедім, неге екен онсыз тұра алмайтын болдым. Ол да жақсы көретінін айтты. Бірақ ағам білмейтін. Білсе екеумізді де оңдырмайтынын білдік. Білсе ағам қарсы болуын өтінем деп бекініп жүрдік. Алайда махаббатым ұзаққа бармады. Бірде ол, сен мен қарындасымсың. Дамирдің қарындасы менің қарындасым. Оған ғашық болғаным дұрыс емес. Дамир естісе бетіме де қарамас. Мен достықты таңдаймын. Кешір, сені сүйіп қалғаным үшін деп жылап қоштасқанбыз. Солай хабарласпай жүрдік. Бір күн оның ВК-сынан басқа қыздың суретін көрдім. Жыладым, бірақ анықтауға тырыстым. Ол суретті сақтап алдым да таныс қызға Жансаяға жібердім. Жансая Ержанның ауылдасы. Ержан екеуміз бір ауылданбыз. Ауылымыз бөлек болды. Жансаямен пробныйға барғанда қасымда отырған. Солай номер араласып уақыты өте келе жан құрбыға айналдық. Жансая, ол қыздың аты Сұлу, менің сыныптасым деді. Ержанға кім болады сұрағанда. Қызы, жүргендеріне 1 жыл болады дейді. Үстімнен біреу мұз сұйық құйып жібергендей болды. Ержанға звондап айқайлап, неге алдадың, жақсы көрем деп, неге өтірік айттың деп жыладым. Сол күннен бастап жылауым тоқтамады. Күнде жылаймын, өмірден түңілдім, шын сүйіп қалыппын. Күнде жалғаса берді. Бір күні ВК-дан Сұлу Айдарова дружба жіберіп тұр. Қабылдадым. Сөйлестік. Ол журналистикаға тапсырам Алматыға деді. Я, журналистика біздің қаламызда жоқ қой дей салдым. Жігіттің барма деді. Жоқ өзінде дедім. Я, бар деп Ержанның атын айтып сөйлескендерін айтты. Қызғанып барам, бірақ ол қызға ештеңе демедім. Ержанның сөз салғанын да айтпадым. Содан кешке Ержан звондады. Айтпағанды айтты. Мен Сұлуға Алматыға кет, қайтып келме. Сосын Ержанның басын айналдырмақшы екем ол жақта. Шок болдым. Айтқан жоқпын десем сенбеді. Телефонымды қоя салып, ана қызға шықтым. Неге өтірік айттың? Мен саған кет дегем жоқ қой деп. Сөйтсем ол қыз мен туралы шет жағасын біледі екен. Оған Ержанның қарындасымын деп тіс жармадым. Бірақ ол маған аузына келгенін айтты. Әке шешенінің тәрбиесін көрмеген, арсыз, қызы бар жігітке жабысып неге таптың? Шыдай алмай бәрін айттым. Қызы барын білген жоқпын. Білсем жыламайтынымды, кездескенімізді. Сонда да аузына келген тоқтатқан жоқ. Блокқа салып тастадым. Біраздан кейін Ержан звондап тұр. Оған не айттың деп. Өзінен көрсін, намысыма тиген. Тек шындықты айттым деді. Ержан да ұрысты. Айырып тындың деп. Бақытты болыңдар деп қоя салдым. Бақырып жыладым. Ішім өртеніп барады. Ол қыз Ержанды тастап кетті. Кейін қайтадан жүрді, қайтадан тастап кетті. Суреттен көп үнсіз жылап жататын ем. Қатты қиналдым. Бірде Ержанның танысы маған сөз салды. Арамызда не болғанын білетінін және ол туралы сөз қозғамайтынын айтты. Жарайды деп Ержанды ұмыту үшін келістім.
бірақ ол да адал болмады. Басқа біреумен төсектес болғанын білдім. Аса қайғырмадым. Етім үйренгендей. Ең қызы Сұлу да мені оқитын жерге түсті. Көрсем де көрмегендей кейіп танытамын. Қазір 2-ші курс бітірдім, бірақ Ержанды ұмыта алмадым. Жақында қайтадан хабарласты. Тек дос ретінде деп ескерттім. Ол білетін достықтан аса алмайтын халге жеткенімізді. Алайда мен оны сүйем, жібергім келмейді. Қызық оқиға болды. Қалаға жол жүріп келе жаттым. Ол әдеттегідей ВК-да жазды. Қайдасың деп. Осындай жерде өтіп бара жатырмыз деп ол да жолда біздің алдымызда 10 километр алдында келе жатыр екен. Содан бір магазинге соғып су алайық деп тоқтатсақ, алдымда Ержан тұр. Жүрегім кетті ұшып. Солай прикол ұстап, кім бірінші жетеді деп жарыстық. Ол өкінетінін айтты. Өткенге айтар өкпем жоқ. Нағыз махаббатты сездім. Оған кек сақтамаймын. Тек бақытты болса екен деймін. Ал өзім оқуымды жалғастырып жатырмын. Жігіттерге сенбеймін. Әлгі Сұлу жүр ойына келгенін істеп. Түсінген боларсыздар. Солай өмір өтуде. Оны ұмыта алмай жүрмін.